Таңбалау кодтарын қолдану туралы есепті жіберу нұсқаулығы. Қолдану туралы есеп жүйеде бұрын берілген таңбалау кодтары бойынша жіберіледі. Жүйеде есепті құрудың екі тәсілі бар. Тапсырыс карточкасы автоматты түрде жүктеу. Таңбалау кодтарына тапсырыс беріп, оларды жүктеп алғаннан кейін бірден тапсырыс карточкасын ашыңыз. Алынған таңбалау кодтары қосымша бетіне өтіп, операциялар батырмасын басыңыз. Ашылған қараламада міндетті өрістерді толтырып құру батырмасын басыңыз. Бұл тәсілдің артықшылығы жүктеп алынған кодтары бар файл автоматты түрде жүктеледі. Кодтармен жасалатын операциялар бөлімі арқылы есеп құру. Кодтармен жасалатын операциялар бөлімін ашыңыз. Операция құру батырмасын басып, ашылған тізімнен таңбалау кодын қолдану тармағын таңдаңыз. Міндетті өрістерді толтырыңыз. Таңбалау кодтары бар файлды қолдан жүктеңіз және құру батырмасын басыңыз. Маңызды параметр. Тауарды айналымға енгізу тәсілі. Егер тауар Қазақстанда өндірілсе, есеп сәтті өңделгеннен кейін таңбалау кодтары бірден айналымда мәртебесін алады. Импорт жағдайында есеп өңделгеннен кейін кодтар қолданылды мәртебесін алады. Оларды айналымға енгізу үшін қосымша тауарларды импорттау туралы хабарлама құрастыру қажет. Нәтижені тексеру. Есепті құрғаннан кейін операциялардың жалпы тізімін жаңартып, есеп карточкасын ашыңыз. Есептің сәтті өңделді деген мәртебесін тексеріңіз. Кодтар бөлімінде таңбалау кодтарының жүйеде бар екенін және олардың мәртебесі дұрыс екенін көруге болады. Назар аударғаныңызға рахмет.